Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен толқын. Бүгін мен сіздермен балды торттың ерекше әдісімен бөлісемін. Бұл әдіс қамырды оқтаусыз жаю. Екі түрлі әдіспен қалай қамырды оқтаусыз жаю керегін үйрететін боламын. Дәмі өте керемет әрі ерекше болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызды газге қойып, үстінен балды саламыз. Бал жақсылап ерігеннен кейін үстінен ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Бал және ас содасы жақсылап реакцияға түскеннен кейін көпіреді. Түсі қоңырқай болып, осылай карамель түстес болғаннан кейін үстінен жұмсақ сары майымызды салып, жақсылап араластырып, ертіп аламыз. Осылай жақсылап еріп, түсі осындай болуы керек. Құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқалардың барлығын біртіндеп жарып аламыз. Миксердің баяу жылдамдығынан бастап жаймен миксерлеп, арасында қантты салып отырып, көлемі 2-3 есе өскенше жақсылап миксерлейміз. Жақсылап суыған бал мен сары майымызды жаймен құйып отырып, миксерлейміз. Жұмыртқалы массаның үстінен ұнды електен өткізіп 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Оның барлығын бірдей салуға болмайды. Жұмыртқалы массамызды басып алуымыз мүмкін. Сонда кождарымыз жақсы көтерілмей қалады. Мен сіздерге кожды екі түрлі әдіспен оқтаусыз жаюды көрсетемін. Бұл бірінші әдісі. Пергамент қағазына керек формамызды сызып алып, барлығын бір тегіс етіп, осылай жағып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз. Бірінші кожымыз пісіп шықты. Осындай қып-қызыл болғаннан кейін пештен аламыз. Пергамент қағазынан босатамыз. Бізде кождарымыз жұмсақ болып шығады. Сынбайды, майыстырғанда да үгітілмейді. Осындай әдемі болып піседі. Енді екінші әдісін көрсетемін. Сызып алған формамыздың үстіне қамырларымызды салып, үстінен ұнды електен өткізіп, себіп шығамыз. Ұнды көбірек себу керек, сонда қолмен жайған кезде қолымызға жабысып қалмайтын болады. Ұн көп болып кетті деп қорқпаңыздар. Ол ұнды піскеннен кейін қағып түсіруге болады. Енді екінші кожымыз пісіп шықты. Пергамент қағазынан босатамыз. Кождың үстіндегі астындағы ұнның бәрін қолымызбен сырып түсіріп аламыз. Сонда кожда ұн қалмайтын болады. Бізде жұмсақ болып, әдемі болып пісіп шықты. Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ыдысымызға қаймақты салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз қант ерігенше. Қантымыз ерігеннен кейін үстінен бір ас қасықтай балымызды салып, жақсылап миксерлеп жібереміз. Қаймағымыздың көлемі 2 есе өскенше жақсылап миксерлей беретін боламыз. Бізде осындай масса шықты. Крем қазір сұйықтау болып тұрғанмен, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып алсақ, креміміз қоюланады. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Торт жинайтын ыдыстың үстіне осылай жан-жағына қағаздар қойсақ, ыдысымыз бүлінбейді. Крем және кождардың ұнтағы түсіп, ыдысымызды бүлдірмейтін болады. Барлық кождарымызды жайып алып, үстінен теңдей етіп, кремдерімізді бөліп аламыз. Сонда крем барлығына бірдей жететін болады. Осылай толығымен барлық жеріне жететіндей етіп, кремімізді жағып шығамыз. Барлық торттарды осылай жинаймыз.
Кождардың жан-жағын тегістеп кесіп алғаннан кейін артық кожды осылай ұнтақтап аламыз. Және жан-жағына, бетіне, барлық жеріне тең етіп жағып шығатын боламыз. Ұнтақтарымызды торттың беттеріне, жан-жағына сеуіп болғаннан кейін осындай артық қағаздарды алып тастаймыз. Сонда біздің тортты жинаған ыдысымыз бүлінбейді, тап-таза болып тұрады. Мінекей достар, біздің балды тортымыз дайын болып қалды. Кождары өте жұмсақ болып шығады. Бір күн тоңазытқышта тұруды талап етпейді. Крем жақып болғаннан кейін, 1-2 сағат тоңазытқышта тұрғаннан кейін кесіп жей беруге болады. Дәмі өте керемет. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Ал дәлі көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.